Саламатсыздар ма оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тамыры терең мәдениет, өркениет деп аталады. Бүгінгі сабақтың мақсаты мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып сұрақтар құрастыру және бағалау. Оқушылар, сабағымызға бір қадам жасау мақсатында мәдениет және өркениет ұғымдарын салыстырып көрейікші. Оқушылар, ұсынылған Т кестесін толтырып көріңіздер. Оқушылар, мәтінді мұқият оқи отырып, берілген сұрақтардың жауабын бірге шешіп көрейік. Қазақ халқы сыйлық сыйлауға өте қатты мән береді. Ол туған туысыңның арасын жақындатып, сыйластығын арттырады. Сыйға сый деген ұстаным ұлтымыздың салт дәстүрінің өзегі. Дәстүрімізде ел сыйлаған танымал тұлғаға берілетін сыйлық тарту, ал көпшілікке сияпат үлестіру таралғы деп аталады. Ұлтымызда енші беру, жасау беру, бәсіре ату, күміс салу, кимешек кигізу, бәйге тігу, ат мінгізу, шапан жабу, селт еткізер, үш тоғыз және тағы да басқа көптеген сыйлық түрлері бар. Енші. Енші сөзі көне түркі тілінде енчу, яғни мұра деген мағынаны білдіреді. Оны балалары ержеткенде, жеке отау болып бөлініп шыққанда, ата-анасы жинап тергеннің бір бөлігін атап береді. Егер үйленген азаматтың отбасы ауқатсыз болса, жағдайы бүтін туысқандары өзара бірлесіп, отау болуына көмектескен. Содан болар, қазақ халқында жас отбасының баспанасыз қалған кездері өте сирек болған. Мысалы, Өскенбай Құнанбайды 19 жасында үйлендіріп, өзі отырған тас қораның күншығыс жағындағы сайдың алдында қондырады. Өскенбай өзіне біткен 30 шақты жылқының 12-сін Құнанбайдың еншісіне береді. Жасау. Ата-ананың қызына ұзату тойында беретін көрпе төсегі. Кейбір аймақтарда оны сандығы деп те атайды. Жасауды 7 жастан жинасаң жетеді, 6 жастан жинасаң асады деген қыздың ата-анасы оны шама шарқына, әл ауқатына қарай жинап береді. Жасау жат жерге келін болып түскен қыздың тұрмыстық қажетін өтеп қана қоймай, барған жерінде абыройлы болуына септігін тигізеді. Жасауы көп келіннің күйеуі жуас деген мақал осыған байланысты айтылған. Оқушылар, мәтіннің мазмұны бойынша ұсынылған сұрақтарға бірге жауап беріп көрейік. Ата-анасының қызына ұзату тойында берілетін көрпе төсегі не деп аталады? Тарту мен таралғының айырмашылығы неде? Егер үйленген азаматтың ата-анасының енші беруге жағдайы болмаса, енші сөзінің көне түркі тілінде